Hi everyone, today I'll tell about first conditional. Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге шартты райдың бірінші түрін түсіндіретін боламын. First conditional шындықты, нақты болжамды, болашақта болатын іс-қимылды білдіреді. Жасалу жолына келетін болсақ, бізде бірінші сөйлем if және present simple шағында тұрады. Екінші сөйлем will көмекші етістігімен жасалынады, яғни future simple формасымен. Енді conditional sentences type 1 uses predictions, болжамдарды, promises, уәделерді, a possibility, мүмкіншілікті, cause and the consequence, себеп салдарды айтқан кезде қолданамыз. Structure, if plus present simple plus future simple, if present simple plus imperatives. Мысалдарға назар аударайық. If I find him address, I'll send him an invitation. Яғни біз формуласын айтқандай бірінші сөйлеміміз қарапайым present simple мен жасалып тұр. If және present simple. Екінші сөйлем I'll send him an invitation. Future simple мен жасалып тұр. Яғни will көмекші етістігімен. Мен оның мекен жайын тапсам, шақыру билетін жіберемін. If you study hard, you can pass your exam. Егер сен жақсы оқысаң, сен емтиханды өте аласың. Яғни can модальдық етістікті көріп тұрмыз. Яғни екінші сөйлемімізді біз imperativeспен жаңа модальдық глаголдармен де етістіктермен жасай аламыз. If I find a girl this summer, I'll marry her. Егер мен осы жазда жұбымды тапсам, мен оған үйленемін. If it rains, we will go to the cinema. Егер жауын жауса, біз кинотеатрға барамыз. If she doesn't hurry, she'll be late. Егер ол асықпаса, ол кешігеді. If you lend him some money, he may not give it back to you. Егер сен оған ақша беріп қойсаң, ол саған қайтармайды. If she doesn't leave the house, everything will be bad. Егер ол үйден кетіп қалса, барлық нәрсе жаман болады. Біз сіздермен біраз мысалдарды қарастырдық. Біз conditional sentence type 1 бұл қолданатын жаңағы болжам, уәде беру, мүмкіншілік және себеп салдарды айтқан кезде қолданатын сөйлемдерден ақ байқап тұрмыз. Егер болымсыз сөйлем жасағыларыңыз келсе, міне бірінші формадағы present simple, яғни жағдайды айтатын болсақ, does, do does етістігін қолданамыз. How to use unless. Unless сөзін қалай қолданыламыз? Яғни unless means the same as if not. If-тің болымсыз түрі. Яғни not пен де жасаймыз, немесе unless сөзін қойып та жасауға болады. Like if unless is followed by a present tense. Unless is instead of if not in conditional sentence of all types. Яғни біз егер жоқ болымсыз сөйлемін жасаған кезде unless сөзін барлық шартты райлардың сөйлемдерінде қолдана береміз. Енді unless сөзі бар сөйлемдерді қарастырып көрейік. With if. You'll be sick if you don't stop eating. Егер тамақ ішуді тоқтатсаң, сен ауырып қаласың. Енді equivalent with unless. You'll be sick unless you stop eating. Дәл сол мағынада, егер сен тамақ ас ішуді тоқтатсаң, сен ауырып қаласың. Яғни біз if not пен жасай береміз, немесе unless сөзімен де болымсыз сөйлемдерді conditionalда шартты сөйлемдерде жасай беруге болады. Екінші мысалға назар аударайық. I won't pay if you don't provide the goods immediately. Егер сен тауарларды тездетіп жеткізбесең, мен саған төлемеймін. I won't pay unless you provide the goods immediately. Дәл сол сөйлем тек unless сөзімен. Егер жоқ деген сөзді бірақ сөзбен алмастырамыз unless сөзімен.
шартты райдың бірінші түрі сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бай бай.